Қайырлы күн, құрметті менің оқырмандарым, қалайсыздар? Қалай жағдайларыңыз? Бүгінгі тағы да керемет келесі бизнесім туралы айтайын деп отырмын. Жіктеп, жіліктеп, өте қарапайым тәсілмен сіздерге мотивация ретінде жеткіземін деген ойдамын. Достар, мен жаңа көлік бизнесімен қатар бізде тағы да строительныймен айналыстық. Бұл да сол уақыттарда бір арзан жерді аламыз, үстіне мысалы үй саламыз деген сияқты, түгел құжатын жасаймыз деген сияқты, түгел барлық қадамдарын жасаймыз деген сияқты. Енді видеомды жалғастырайын. Біз көлік сатумен қатар тағы келесі бір біздің үлкен бір бизнесіміз строительный болды. Бұл строительный біз үй салып саттық, дүкен алып саттық. Мысалы черновой аламыз, соны ремонттаймыз, содан кейін сатамыз. Болмаса қара жер аламыз, үстіне үй саламыз. Сондай бизнеспен айналыстық. Бұл бизнесте пайдамыз өте жақсы болды. Барлығын нөлден бастайтын. Барлығын құжат өзім жасайтынмын. Енді жаңағы қара жұмысты інілеріме тапсыратынмын. Жаңағы қара жұмыс болғанда олар енді командаға адам жинайды. Жаңа строительный үй салатын адам, жаңағы анамнан жасайтын адамдар бәрімен сол інілерім сөйлесті. Жалпы да айта кетейін, көліктерді інілерім сатады. Мен бастаймын, құжат жасаймын, идея табамын, мотивация беремін, мақсатты дұрыстайтын адам менмін. Бірақ көлік сататын інілерім болды. Мен қасында тағы сіңілім болды. Сіңілеріммен жалпы айтып отырмын, бауырларымызбен бірге жұмыс жасайтынбыз біз. Давай кеттік, манағы теманы қайтан жалғастырайын. Біз сонымен үй салып саттық, черновой дүкендерді алып саттық. Оның үстінен кәдімгідей бірге бір ақша қоятын. Алла тағала мені несібемізді еселеп берді, себебі енді күні-түні жұмыс жасадық. Біз деген қатты көп мақсатпен жасадық. Біз мысалы достардың арасында болсын, ағайын туманың арасында болсын, барлық той, жаңа отырыс, бір тағы вечеринка, бір жерлер баратын жердің бәрін сырт қойдық. Біз тек қана осы мақсатымызды орындайтын болдық. Тек қана біз осы алдымызға жасап қойған істердің бәрін аяқтауымыз керек болды. Әрине енді өлім жетімге барасың, бірақ көбіне біз көп уақытымызды осы бизнеске арнадық. Содан болар мүмкін біз жақсы жетістіктерге жеттік, керемет табыстарға қол жеткіздік деген сияқты. Біз мысалы үй салып сатқан кезде барлығын жаңа айтып отырмын, інілерім барады жасайды деп, мен құжатын жасаймын, и сосын сатамын. Бірақ не екен білмеймін, өте жақсы өтетін. Маркетинг мықты болды ма, менен сондай жақсы тез өтетін. Сөйтіп бір күні біз дүкенге алдық, черновой болды, айтып тұрмын, құжат түгел. Мен қазір сіздерге мысалы үйдің құжаттары қандай болады, жалпы бизнеске арналған, мысалы дүкендер болсын, сондай сату орталық құжаттары қандай болады, мен сіздерге смело 100% айта аламын, себебі барлық құжатты білем. Даже неше күнде бітеді, ол қай жерге барады, ол одан кейін қандай қадамдар болады, оның бәрін құжатты жаттап прям жұтып алғанбыз. Сондықтан ешқандай жұмыстан шаршауға болмайды. Мен осы үй салып сату, осы дүкен алып сату неден көп жақсы жағы да болды, кемшілік жағы да болады. Енді әрине бұл бизнес, барлығы 100% бәрі күшті болады деп мен де айта алмаймын. Бірақ көп пайызымыз бізде жақсылығынан болды. Бізде андай болады ғой, жаңағы хабарландырудан адамдар келеді, сол кезде барған кезде көреді. Бір-екі келіп кеткен адам уже ол обратно қайта келетін еді. Себебі мен тіл байлығымда жақсы болып тұрған болып тұр ғой. Інілерім де мықты. Сонымен қасымда сіңілім бар, сіңілім вообще кішкентай болды.
ерке болды ол сіңлім. Сонымен бізде бір ситуация болды. Сарайды сататын кезде енді түрлі жағдайлар болады. Оның несін арнайы бір видео жүктеп алмашылық салатын боламын. Қараңыздар, мысалы строительный деп айтады ғой, мысалы үй салу деп, мысалы даже үлкен кісілердің өзі үй салуға қиналады. Дұрыс па? Қалай саламыз деген сияқты. Ең алдымен сіздің мақсатыңыз болатын болса, мен үй салам деген қалған Алла тағала өзі жеткізеді. Мысалы біз үй салып сатқан кезде біз тілін білмейміз. Бізге ешкім үйретіп жатқан жоқ. Мысалы үйдің былай саласың, ондай жоқ бізде. Біз жасаймыз, болды. Үй салып сатамыз, болды. Бұрын сатып көрген емеспіз, мысалы. Үй салып сатамыз дедік па, қалайда сол бірнеше үйді алып сатып көрдік. Сатамыз да оны. Себебі біз сата аламыз. Біз осыдан жақсы нәтиже шығара аламыз деген бізде сондай керемет күш болды. Жап-жаспыз. Сондай бір жақсы нелер болды. Тағы сіздерге кеңес айтамын, негізі строительный жақта, мысалы үй салып сату, болмаса үйді ремонттап сату, осы салада жақсы маржа бар, маржа дегеніміз пайда бар. Дәл осы бизнесте бізде жаңағы дүкендерде, мысалы қанша деме мына үйге қарағанда құжаттары дүкендердікі басқаша болады, өте көп ақша кетеді деген сияқты. Бірақ ешқандай да қайтпайтын. Ешқандай да. Жалпы мына біздің сондағы специалистер бәрі танып алады. Ой, Алтынай, деп қол көтереді. Сен бітпейтін құжаттарың бар деген сияқты күлетін. Достар, строительныйде бізде тағы да айтамын, жақсы қолымыз шықты. Бизнесте жақсы маржа тапты, жақсы жетістікке жеттік строительный бизнесте. Мен жастарға айтамын, қараңыздаршы, не үшін жай қарапайым қылып мен сіздерге жұмсақ сөзбен, әзілмен қосып, керемет мотивациялық сөздермен қосып айтып отырмын. Себебі жас кәсіпкерлер мына строительныйде алып жүрсеңіздер болады. Бұл жерде әрине қыз бала, ер бала ондайға қарамайды. Түсіндіре алдым ғой. Маржасы жақсы строительный. Алыңыздар, көріңіздер, сатып көріңіздер. Болмай баратыр ма? Болмай баратыр ма? Мысалы, қазір сіздің жеріңіз бар ма? Мысалға, жеріңізді сатуға қойыңыз. Мысалы, 1,5 миллион, 2 миллион деп сатуға қойыңыз, былай келесіз, самдайды ол нарықта жалпы жердің бағасы миллион. Дұрыс қой. Содан үстіне маржасын алып, арғарай жұмыс жасап алады. Мысалы, бір жер алып сатқан өзінде үстінде 500 мың теңге ақша қалады. Дұрыс қой. 500 мың жұрттар 3-4 ай зарплата айлық қылып жұмыс жасайды. Таңертең кешке дейін. А сізде ондай емес. Бір ғана рекламаға, жарнамаға шығарасыз, 3-4 келген адаммен сөйлесесіз, болды. Просто достар, миды жасату керек. Идея мықты болу керек. Қорқыныш болмау керек. Қорқыныш болмау керек. Содан кейін бар құжатта мұқият болу керек. Ақша жүрген жерде мұқият болу керек. Түсіндіре алдым ғой. Тағы да айтамын, достар. Строительменде айналысып көріңіздер. Жақсы маржа бар. Егер дәл осы мысалы строительный жақтың құжат жағынан болсын, қалай бастау керек деген сияқты сұрақтарыңыз болса, комментария жазып өтіңіздер. Тағы да мен сіздерге арнайы, тағы да керемет қылып сұрақтарыңызға жауап беруге тырысамын. Сіздермен болған жеке кәсіпкер Алтынай, біздің осы келесі бизнесіңізді сізге қарапайым қылып жеткіздім. Ал достар, лайктарыңызды аямаңыздар. Әрине, мен барлық адамға ұнау мүмкін емес. Біреуге ұнау керек, біреуге ұнамау керек деген болмайды. Ұнатқан адам қарайды, ішіне керегін алады, сүзгіден өткізіп, керек емесін жаймен қояды. Бір адамның ойы бөлек адамды барып жасата алмайсың ғой. Әрине, осы салаға қызығатын жастар болса, көрсін, қараңыздар. Егер тікелей менімен кеңес алғыңыз келсе, онда мен сіздермен дайынмын. Ал достар, жақсылықта кездескенше, келесі керемет бизнесімді тағы да осылай қылып сіздерге жеткізетін боламын.